Ассалаумағалейкум, бұл тарихтайым бағдарламасы. Менің атым Бақтияр Хамид. Бұл жобада біз халық тағдыр және біздің өмір сүру дағдымызды қалыптастырған тарих парақтарына көз жүгіртеміз. Бүгін 1885 жылғы оқиғаларды еске аламыз. Кезекті жыл, кезекті оқиғалар. С обращением Советского Союза бір 1885 жыл әлем тарихында отаршылдық бәсеке, ғылыми жаңалықтар, өнердегі жаңа серпілістер кезеңі ретінде есте қалды. Бұл жыл Европа державаларының Африканы бөлісу процесінің қызған шағы болды. Берлин конференциясы 1885 жылы ақпанда аяқталып, Африканы ықпал ету аймақтарына бөлу туралы келісімдер жасалды. Соның нәтижесінде көптеген африкалық тайпалар мен мемлекеттер европалық отарларға айнала бастады. Берлин конференциясы 1884 жылдың 15 қарашасында басталып, 1885 жылдың 26 ақпанында аяқталған. Еуропа державаларының Африка құрлығын отарлаудағы ықпал аймақтары ресми түрде бөлуге бағытталған халықаралық жиын болды. Конференцияны Германия канцлері Отто фон Бисмарк ұйымдастырып, Берлиндегі өз резиденциясында өткізді. Оған Еуропаның жетекші мемлекеттері Ұлыбритания, Франция, Германия, Бельгия, Португалия, Испания, Италия, сондай-ақ ақш пен Осман империясының өкілдері қатысты. Конференцияның басты мақсаты Африка жерін бей-берекет басып алу мен еуропалық державалар арасындағы жанжалдарды алдын алу үшін құрлықты өркениетті түрде бөлісу ережелерін келісу болды. Бұл жиында Африка елдерінің өкілдеріне немесе жергілікті халықтың мүддесін қорғаушы тараптар мүлде шақырылмады. Сондықтан шешімдер Африканың еркіне қарсы қабылданды. Берлин конференциясының маңызды нәтижесі еркін сауда аймағын анықтау болды. Конго өзені бассейні мен Нигер өзенінің төменгі ағысы халықаралық сауда үшін ашық деп жарияланып, Конго аймағы Конго еркін мемлекет ретінде Бельгия королі Леопольд II-нің жеке меншігіне берілді. Бұл шешім кейін Конгода адамзат тарихындағы ең қатыгез отарлық қанаудың басталуына себеп болды. Конференцияда отарды заңды түрде иемдену үшін тиімді оккупация принципі белгіленді. Яғни еуропалық мемлекеттер Африкадағы белгілі бір жерді өзінікі деп жариялау үшін сол аумақта әкімшілік немесе әскери бақылауын нақты жүргізуі тиіс еді. Бұл Африка құрлығының тез арада отарлануына жол ашып, 30 жыл ішінде құрлықтың 90% еуропалық державалардың иелігіне өтті. Берлин конференциясы нәтижесінде батыс және орталық Африка аумақтары негізінен Франция, Бельгия, Германия арасында, шығыс және оңтүстік Африка аймақтары Ұлыбритания, Португалия, Германия арасында бөлінді. Конференция Африка шекараларын этникалық, тарихи немесе мәдени ерекшеліктеріне де ескермей, отаршылдардың мүддесіне қарай сызып, кейін құрлық елдерінде ұзақ жылдарға созылған этникалық және шекаралық қақтығыстардың негізгі себебіне айналды. Сондай-ақ жиында құл саудасын тоқтату, миссионерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, Африка жағалауларында кедендік тәртіп орнату сияқты мәселелер талқыланды. Бірақ бұл шешімдер көбіне қағаз жүзінде қалды. Берлин конференциясы Африка тарихындағы Scramble for Africa, Африкаға талас деген атпен белгілі дәуірдің басталуын заңдастырып берді және отаршылдықтың ең шарықтау шегінің нүктесіне айналды. Конференцияның нәтижелері Африка елдерінің тәуелсіздік алуына дейін 20 ғасырдың ортасына дейін сақталып, қазіргі африкалық мемлекеттердің шекаралары сол кездегі келісімдер негізінде қалыптасты. Осылайша Берлин конференциясы отаршылдық дәуірінің ең маңызды әрі даулы бетбұрысы болып тарихта қалды. Сол жылы Конго өзенінің аймағы Бельгия королі Леопольд II-нің жеке меншігі ретінде танылып, кейін Конго еркін мемлекет аталды. Бұл африкалық халықтар үшін ауыр қантөгіске ұласып, оларды қанауға алып келді. 1885 жылы Ұлыбритания мен Бирма, қазіргі Мьянма арасында 3-ші Ағылшын-Бирма соғысы басталып, нәтижесінде Бирма толықтай Британияға қосылды. Бұл оңтүстік шығыс Азиядағы отаршылдық картаның түбегейлі өзгеруіне әкелді. 1885 жылы Ұлыбритания мен Бирма, қазіргі Мьянма арасында 3-ші Ағылшын-Бирма соғысы басталды.
Бұл қақтығыс Бирманың толықтай британдық отарға айналуымен аяқталды. Бұған дейін Ұлыбритания Бирманы 2 рет 1824, 1826 және 1852 жылдары соғыста жеңіп, елдің оңтүстік бөлігін атап айтқанда Тенасириям мен Пегу аймақтарын өз елігіне қосып алған еді. 19 ғасырдың соңына қарай Бирманың қалған бөлігі Маңдалай патшалығы формальды түрде тәуелсіз болғанымен, Британ империясы мен Францияның Индокитайдағы отарлық бәсекесінің ортасында тұрды. 1885 жылы Бирма королі Тибо Мин Франциямен сауда және әскери одақ орнатуға талпынып британдық ықпалға баламаз деді. Бұл әрекет Ұлыбританияны қатты алаңдатып, отарлық биліктің Бирмадағы мүддесін қорғауды сылтау етіп, соғыс ашуға себеп болды. Соғыс 1885 жылы 14 қарашада басталды. Британ армиясы 3000-ға жуық әскермен Ирравади өзені арқылы елдің жүрегі саналатын Мандалайға дейін тез ілгерілеп, бар болғаны 2 аптада патшалық астанасын басып алды. 29 қарашада Мандалайға кірген британ әскерлері король Тибо Минді тұтқындап, оның отбасымен бірге Үндістанға жер аударды. Осылайша Бирма патшалығының 3 ғасырға жуық тарихи аяқталды. 1886 жылы Ұлыбритания Бирманың қалған аумағын Үндістанға қосылған жаңа провинция ретінде жариялады. Елдің билігі британ губернаторына өтті. Соғыстан кейінгі алғашқы жылдары Бирмада көтерілістер жиі орын алды, бірақ британдық әскер оларды қатыгездікпен басып отырды. Жаңа отарлық әкімшілік Бирмадағы Будда монастырларының ықпалын шектеуге, ел экономикасын Британ империясының шикізат көзіне айналдыруға күш салды. Бирманың ормандардағы бағалы тик ағашы мен күріш өндірісі Британ экономикасының маңызды бөлігіне айналды. Үшінші Ағылшын-Бирма соғысы мен оның нәтижелері Бирма халқы үшін ауыр зардап әкелді. Ұлттық тәуелсіздік жойылып, отарлық қанау орнады. Ал Бирманың отарлық тарихы 1948 жылға дейін, ел тәуелсіздік алғанға дейін жалғасты. Сонымен қатар бұл соғыс оңтүстік шығыс Азиядағы отарлық шекараларды түбегейлі өзгертіп, Ұлыбританияның аймақтағы үстемдігін күшейтті. Сол жылы Европада технологиялық даму қарқынды жүрді. Неміс инженерлері Готлиб Даймлер мен Вильгельм Майбах алғашқы бензинмен жүретін моторды ойлап тауып, заманауи автомобиль өндірісінің негізін қалады. ақш-та Луи Пастер алғаш рет құтыруға қарсы вакцинаны қолданды. Бұл медицина тарихындағы революциялық жаңалық болды. Луи Пастер 1822 жылы 27 желтоқсанда Францияның Доль қаласында дүниеге келген. Ол микробиология мен иммунология негізін қалаған. Химия мен биологияда бірқатар революциялық жаңалық ашқан ұлы ғалым. Пастер алғашында кристаллохимиямен айналысып, оптикалық изомерияны зерттеу барысында молекулалардың айналу қабілеті мен олардың құрылымы арасындағы байланысты ашты. Бұл жаңалық органикалық химияның дамуына зор үлес қосты. Кейін Пастер ашыту мен ашып бұзу процесін зерттеп, ашытқы микроорганизмдердің тірі табиғатын дәлелдеп, ашытудың биологиялық сипатын көрсетті. Бұл микроорганизмдердің өмірдегі рөлін түсінуге жол ашты. Ол шарап пен сыра өндірісіндегі ашыту кезінде сапаның бұзылу себептері мен бактериялар екенін анықтап, жоғары температурада өнімді қысқа уақыт қыздыру арқылы микробтарды жою әдісін ойлап тапты. Бұл әдіс бүгінде пастерлеу деп аталып, азық-түлік пен сусындардың сақталу мерзімін ұзартуда кеңінен қолданылады. Луи Пастер 1860 жылдар өз замандағы басты ғылыми даулардың бірі өздігінен пайда болу теориясын жоққа шығарып, микроорганизмдер тек өз түрінен таралатын тәжірибелермен дәлелдеді. Бұл оның қисық мойын колбаларындағы әйгілі тәжірибелері арқылы жүзеге асты. Пастердің ғылымдағы ең маңызды жетістіктерінің бірі вакцина жасау еді. Ол тауық тырыспасы, қойларда болатын күйдіргі және мал дәрігерлік ауруларға қарсы алғашқы вакциналарды жасап шығарды. 1885 жылы ол құтырмаға қарсы вакцинаны қолдана отырып, құтырған ит тістеп алған бала Жозеф Мейстердің өмірін сақтап қалды. Бұл оқиға әлемде сенсация тудырып, вакцинологияның жаңа дәуірін ашты. 1888 жылы Парижде Луи Пастердің бастамасымен Пастер институты құрылып, ол жұқпалы ауруларды зерттеу, емдеу және алдын алу саласында маңызды орталыққа айналды. Бұл институт кейін көптеген ұлы микробиологтарды тәрбиеледі және әлі күнге дейін әлемдегі медицинада маңызды рөл атқарады. Луи Пастер ғылыми ізденістерде практикалық нәтижеге ерекше мән беріп, ғылымды тікелей халықтың денсаулығына, ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіпке қызмет ету қажеттігін дәлелдеді. Ол ғылымға мен ештеңені ұсақ деп есептемеймін, ұсақ нәрседен үлкен нәрсе болады деген қағидатты ұстанды. Луи
пастор 1895 жылы 28 қыркүйекте қайтыс болды. Оның ғылыми еңбектері мен жаңалықтары адамзаттың денсаулығын сақтау, инфекцияны алдын алу, азық-түлік өнеркәсібінде әлі күнге дейін кең қолданылады. Бүгінде оның атымен аталған пастор институттары мен көшелер, университеттер әлемнің көптеген елдерінде бар. Ал өзі ғылым мен адамзатқа қызмет етудің символы болып қала бермек. 1885 жылы әлемде мәдениетте қарқынды дамыды. Францияда Клод Дебюсси мен Габриэль Форе сынды жас композиторлар шығармашылықпен айналысып өз концерттерін өткізе бастады. Ал орыс композиторы Петр Чайковский шығармалары Европа сахналарында танымал болып, гастрольдік концерттері зор абыроймен өтті. Петр Ильич Чайковский 1840 жылы 7 мамырда Ресей империясының Вятка губерниясындағы Воткинск қаласында дүниеге келген. Ол романтизм дәуірінің ең ірі композиторларының бірі. Орыс музыкасын әлемдік деңгейде көтерген ұлы сазгер. Чайковский жасынан музыкаға әуестеніп, алғашқы шығармаларын гимназияда оқып жүрген кезінде жаза бастаған. Заң мектебін тәмамдап, әділет министрлігінде қызмет істеп жүргенде музыкалық шығармашылығын тоқтатпаған. 1862 жылы Санкт-Петербург консерваториясына түсіп, музыка теориясы мен композициясын терең меңгерді. Ресейде кәсіби композиторлық білім алған алғашқы музыканттардың бірі еді. Чайковскийдің шығармашылығы симфониялық, опералық, балеттік, камералық және вокалдық жанрларды қамты орыс және еуропалық музыканы үйлестіріп, ғажайып жаңа стиль қалыптастырды. Оның 7 симфониясы, әйгілі нөмір 1 фортепианолық концерт, виолончель мен оркестрге арналған рококко вариациялары сияқты туындылары әлемдік музыка қазынасына енді. Чайковскийдің операларының ішінде Евгений Онегин, Пиковая дама, Яланта сияқты шығармалары өз уақытының ғана емес, бүгінгі тыңдарман үшін де аса құнды. Оның балеттері Аққу көлі, Ұйқыдағы ару, Шелкунчик әлемдегі ең көп қойылатын классикалық балеттер болып саналады. Бұл шығармаларында Чайковский музыка арқылы кейіпкерлердің жан дүниесін, нәзік сезімдерін шебер жеткізді. Чайковскийдің музыкасы романтикалық лиризмге, эмоционалдық тереңдікке, керемет әуенділікке тола. Ол музыкалық драматизм мен оркестрдің жаңа мүмкіндіктерін көрсетті. Сол арқылы өз замандастарының жүрегін жаулап шығармашылығымен бүкіл әлемді таңдандырды. Композитор бірнеше рет шетелге гастрольдік сапарға шығып, дирижер ретінде де өнер көрсетті. 1891 жылы Нью-Йоркте Карнеги холлда ашу салтанатында өзі дирижерлік етті. Чайковский өмірінің соңғы жылдарында аса жемісті болды, бірақ жеке өмірінде ол көптеген қиындықтарға тап болып, жалғыздық пен күйзеліске ұшырады. Ол 1893 жылы 6 қарашада Санкт-Петербургта қайтыс болды. Өліміне қатысты түрлі болжамдар бар. Ресми себебі холера, бірақ замандастары арасында өзіне қол жұмсады деген пікірлерде тараған. Бүгінде Петр Чайковскийдің мұрасы классикалық музыканың баға жетпес бөлігі. Оның шығармалары әлемнің барлық үлкен сахналарында қойылады. Ал өзі орыс өнерінің символына айналды. Мәскеудегі Чайковский атындағы консерватория, халықаралық Чайковский байқауы және көптеген ескерткіштер оның есімін мәңгілікке ұрпақ жадында сақтап келеді. Бұл жылы дүниеге келген әйгілі тұлғалар қатарында орыс авиациясының пионері Игорь Сикорский, американдық атақты ақын және драматург Евгения Миллер, сондай-ақ болашақ итальян диктаторы Бенито Муссолини бар. 1885 жылы дүниеден озғандар арасында әйгілі британ жазушысы Луис Кэрролл мен француз романтигі Виктор Гюго секілді әдебиет алыптары бар. Гюгоның 1885 жылғы қазасы бүкіл әлемде, әсіресе Францияда, үлкен қайғыға ұласып, Парижде оған арналған қоштасу рәсіміне миллиондаған адам қатысты. Сол жылы Америкада бостандық мүсіннің іргетасы орнатылып, құрылыс жұмыстары басталды. Ал 1886 жылы ол Франциядан жеткізіліп, Нью-Йоркке қойылды. Бұл жыл саяси тұрғыда көптеген елдерде әлеуметтік әділетсіздікке наразылық өршіген кезең болды. Жұмысшылар қозғалысы күшейіп, ереуілдер жиілеп, кейінірек Чикаго қаласындағы әйгілі Хеймаркет қасіретіне алып келген оқиғалардың бастамасы осы жылдары қаланды. Ресей империясында патша билігі халықтың қатаң бақылауында ұстап, революциялық қозғалыстарды басып жаншу сатысынан саясатын жалғастырды. Қазақ даласында да сол саясаттың бір бөлігі ретінде Ресей әкімшілігінің ықпалын күшейту,
отарлық билікті нығайту бағытталған реформаларды бастан өткерді. 1885 жылы Африкада еуропалық державалардың әскери экспедициялары жиілеп, әсіресе Германия мен Франция мен Батыс Африкада жаңа отарлар құру үшін жергілікті халықпен қарулы қақтығыстар жүргізді. Сонымен қатар бұл жылда әлемнің көптеген елінде халық санының өсуі мен қалалардың қарқынды дамуы байқалып, жаңа кәсіпорындар мен зауыттар салынып, индустрияландыру үдерісі қарқын ала бастады. Осылайша 1885 жылы ғылыми жаңалықтар мен технологиялық серпіліс, отаршылдық соғыстар, мәдениет пен өндірістегі прогресс қатар жүрген әлемдік тарихтың маңызды кезеңдерінің бірі ретінде есте қалды. 1885 жылы Қазақстан Ресей империясының құрамында отарлық әкімшілік басқару жүйесі толық орнаған кезеңнің бел ортасында еді. Қазақ жерінің негізгі бөлігі Орынбор, Батыс Сібір, Түркістан генерал-губернаторлықтарына бөлініп, әрбір облыс пен уезд патша үкіметінің шенеуніктері арқылы басқарылды. Бұл жылдары Ресей империясы қазақ даласын шаруашылық тұрғыдан игеруді күшейтіп, орталық Ресейден қазақ жеріне қоныс аударушылар легін арттырды. Әсіресе Ақмола, Семей, Торғай облыстарына орыс және украин шаруаларын көшіру қарқын алып, жергілікті халықтың жайылымдық жерлері тарылып, жер даулары жиілей бастады. Қазақтардың дәстүрлі көшпелі шаруашылығы дағдарысқа ұшырап, мал азайған кедей қазақтар жергілікті бай феодалдарға немесе орыс көпестеріне жалдануға мәжбүр болды. 1885 жылы Ресей әкімшілігі отарлық салық жүйесін жетілдіріп, түтін салығы мен мал салығы секілді алымдардың көлемін арттырды. Бұл қарапайым қазақ ауылдары үшін ауыртпалықты күшейтіп, әлеуметтік жіктелуді тереңдете түсті. Сол жылы Семейде және Жетісу өлкесінде ірі жәрмеңкелер, Қоянды, Әулиеата сияқты сауда орталықтары кеңейе түсті. Бұл жәрмеңкелер қазақ даласы мен Ресейдің европалық бөлігі арасындағы тауар айналымын ұлғайтып, мал, тері, жүн саудасы, сондай-ақ Ресейден әкелінетін өнеркәсіп тауарларының саудасы қарқын алды. Жәрмеңкелерде ұлттық қолөнер бұйымдары, зергерлік және тұрмыстық заттар саудасы да қызып, қазақ халқының дәстүрлі шаруашылығы мен қолөнері дами түсті. Мәдени ағартушылық салада 1885 жылы қазақ даласында орыс-қазақ мектептері көбейе бастады. Ыбырай Алтынсариннің ағартушылық идеялары таралып, Торғай, Орынбор және Семей облыстарында мектептер ашуға қызығушылық артты. Бұл мектептерде негізінен орыс тілі мен арифметика оқытылды. Алайда оқу мазмұны мен тәрбие жүйесі патша үкіметінің отаршыл саясатын жүргізуге бағытталды. Сонымен қатар православ миссионерлері қазақ даласына жіберіліп, жергілікті халықты шоқындыруға талпыныстар күшейді, бірақ қазақтардың басым бөлігі ислам дінін ұстанып, діни біліктілікті сақтауға ұмтылды. 1885 жылы Ресей империясы Қытаймен шекарадағы аймақтарды нақтылау жұмыстарын жүргізіп, Жетісу мен Тарбағатай өңірлерінде жаңа шекара сызықтарын бекіту бойынша келіссөздер өткізді. Бұл қазақтардың дәстүрлі көш жолдары мен қыстауларына шектеу қоюға әкелді. Сонымен қатар Түркістан генерал-губернаторлығында темір жол құрылысы мәселелері қаралып, болашақта Сырдария бойымен темір жол желісін тарту жобалары жоспарланды. Қазақ қоғамының рухани өмірінде ақын жыраулар мен би шешендер халықты бірлікке, әділдікке шақырған жырлары мен өлең толғауларымен танылды. Сол кезеңде өз елінде зор құрметке ие болған Біржан Сал, Жаяу Мұса сияқты өнерпаздар халық арасында кеңінен танылып, ел арасында әділетсіздік пен отарлық езге қарсы үн көтерді. Осылайша 1885 жыл Қазақстанда патша үкіметінің отарлық саясаты күшейіп, жер мәселесі мен әлеуметтік теңсіздік шиеленіске түскен, сауда мен қолөнердің дамыған, ал ағартушылық қозғалыстың алғашқы қадамдары жасалған тарихи кезең ретінде есте қалды. Біржан Сал Қожағұлұлы 1834 жылы қазіргі Ақмола облысы Ерменқара өңірінде дүниеге келген. Ол қазақтың әйгілі әнші, композиторы, сал серілері дәстүрінің жарқын өкілі. Біржан Сал жастайынан домбыра тартып, әсем даусымен елге танылған. Халық арасында сал атауына оның өнер мен өмірдің еркіндікпен ұштастырған серілік болмысына берілген баға. Оның Айтпай, Ләйлім шырақ, Жоны балды, Теміртас сияқты әндері қазақ музыка өнерінің алтын қорына енді. Оларда нәзік лиризм мен азаматтық үн ел тағдырына алаң көңіл сезіледі.
Біржан Салдың өмірі мен шығармашылығы қазақ қоғамының отарлық езгі күшейген кезеңмен тұспа-тұс келіп, ол әндерінде әлеуметтік әділетсіздік, бай шонжарлардың озбырлығы, халықтың мұңы мен арманын бейнеледі. Оның суып салма айтыс өнеріндегі орны да ерекше. Әйгілі Сара Тастанбекқызымен айтысы қазақ поэзиясының көркем үлгісіне айналды. Біржан Сал 1897 жылы дүниеден өтті, бірақ оның әндері мен өнері халық жүрегінде сақталып, бүгінгі күнге дейін асыл мұра ретінде насихатталып келеді. Жаяу Мұса Байжанұлы 1835 жылы қазіргі Павлодар облысының Баянауыл өңірінде дүниеге келген. Ол қазақтың аса көрнекті әнші, композиторы, ақын, күйші әрі қоғамдық қайраткері. Жаяу Мұса да өнерлі отбасында өсіп, жастайынан халық әндерін айтып, домбырамен ән шығара бастаған. Жаяу атануы бала кезінде әділетсіздікпен байлардың малын бағып, жарлы Жақыбай өмір сүрген кезінде жаяу жүргенінен қалған лақап. Жаяу Мұса Ақсиса, Сапар, Толғау, Сұршағыз сияқты әндерінде халықтың ауыр тұрмысын, әділетсіздік пен озбырлыққа қарсылықты ашық айтып, елдің жоғын жоқтады. Ол орыс тілін жақсы меңгеріп, патша үкіметінің заң зомбылығын сынаған өлеңдерде де жазды. Тіпті өз заманының би болыстарымен соттасып, әділдік іздеген. Жаяу Мұса шығармашылығында еуропалық музыка әндерде байқалады. Ол алғашқылардың бірі болып, қазақ әніне орыс романсының элементтерін енгізді. Сонымен қатар Павлодар мен Омбы қалаларындағы мәдени ортада белсенді қатысып, қазақтың әншілік дәстүрін қала мәдениетіне жақындатты. Жаяу Мұса 1929 жылы дүниеден өтіп, артында мол музыкалық мұра қалдырды. Біржан Сал мен Жаяу Мұса 19 ғасырдың екінші жартысындағы қазақ өнерінің бірегей өкілдері. Олар ұлттық музыканы байытып қана қоймай, өз әндерінде халықтың мұң-мұқтажын жеткізіп, әділдік пен еркіндікті жырлап, қазақ халқының рухани өміріне өшпес із қалдырды. Біржан Сал мен Жаяу Мұса 19 ғасырдың екінші жартысындағы қазақ өнерінің бірегей өкілдері. Олар ұлттық музыканы байытып қана қоймай, өз әндерінде халықтың мұң-мұқтажын жеткізіп, әділдік пен еркіндікті жырлап, қазақ халқының рухани өміріне өшпес із қалдырды. Құрметті көрермен, бүгінге осы, келесі жүздескенше аман сау болайық, қуатты ел болайық.